Шопаната жерасты мешіті және қорымы. Қарақия ауданы Сенек ауылынан 20 шақырым солтүстік батыс бағытта ежелгі керуен жолдарының бойында орналасқан. 1951-1952 жылдары архитектор Меңдіқұлов бастаған сәулет өнері үлгілерін зерттеу экспедициясымен 1977-1978 жылдары Қазақ КСР Мәдениет министрлігінің тарапынан ұйымдастырылған экспедициямен 1982 жылы ескерткіштерді қорғау қоғамы тарапынан Әжіғали басқарған экспедициямен зерттелген. Киелі орын 12-13 ғасырларда өмір сүрген сопылық ағымды таратушылардың бірі Шопан ата есімімен байланысты. Аңыз бойынша Шопан ата Бекет атаның түсінде аян беріп, жол сілтеген рухани ұстазы болып табылады. Мешіт бір бөлікті және бірнеше камералық бөлмелерден тұратын мешіт жартасты қабаттың терең емес арнасынан ойып қашалған. Бөлмелердің бірі діни рәсімдер өткізуге және балаларды оқытуға немесе тұрмыстық қажеттіліктерге арналған. Төбесінде жарық ойық арқылы сыртқа шығарылған сырық ағашы бар сыйынуға арналған негізгі бөлме орналасқан. Сыртқа шығар есік алдында беті шымылдықпен перделенген қабірхана бар. Мұнда Шопан атаның қызы жерленген деген дерек бар. Мешіттің кіреберісінде жазды күні аптап ыстықта көлеңкесімен қосып, саясын берер жайқала өскен қасиетті тұт ағаш тұр. Мешіттің төменгі жағында құдық бар. Оны халық батыры Мыңбай Әжібайұлы қаздырған. Ел арасында есімі Бабық Мыңбай атымен белгілі ол Хиуа хандығының отарлық езгісіне қарсы күрескен. Мешіттің айналасындағы қорымда негізінен орта ғасырлық тас қоршаулары, сандық тастар, қойтас тәрізді тас белгілі. Сонымен қатар қорымның шығыс бөлігінде қазақтардың ескерткіштері, сағана тамдар, күмбезді тамдар, құлыптастар, қойтастар, үштас тәрізді тас белгілері бар. Жерасты мешіті кешені ұзақ жылдар бойы Маңғышлақ жерін мекендеген көшпелі халықтардың зиярат ету орны болып келеді. Ескерткіш 1982 жылы республикалық дәрежеде мемлекеттік қорғауға алынған. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында 2018 жылы жалпыұлттық маңызы бар Маңғыстаудың қасиетті нысандары тізіміне енгізілген.